Оңтүстік өңірде өсетін дақылдардың бәрімен шұғылданамыз. 24 дақыл. Жалпы институттың жалпы көлемінде 1000 тоннаға шейін тұқым өндіреміз. Егер тұзданған жер болса, оны міндетті түрде мүркемелеп себу керек. Тұзданған жер болса. Баяғы совет кезінде сол жерде Қытайға неге Японияға бал өндіріп, бал сатып тұрған. Судың тасқынының бәрі қуаңшылыққа байланысты. Қуаңшылық көбейген мұз еріп. Бір күні оның нелері ресурс таусылады ғой. Ери келді. Сосын вообще қуаңшылық болады. Қазақстанға олар қызықшылық танытады. Өйткені Қазақстанда жабайы түрде өсетін 7 түрі бар жоңышқаның. Бір керемет катастрофа болып суық болса, жоңышқаның бәрі қырылып қалса, азот бактерия жұмыс істеу үшін белгілі бір шарт, оған фосфор керек. Өзіңе қайсы тиімді десеңіз, мысалы, шөпке өндіру жоңышқадан тиімді, чем тұқым өндіруден. Графит деген бар ғой, қарындаштың өзегі. Білемін. Осының майдасы барады ғой, пудрасы. Сонымен абырқысы просто видимость создавать тұтқандар да көп. Біз бүгін Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу институтына келіп отырмыз. Бұл жерде осы инновация жөніндегі орынбасары Ғалиұлы Тілендиұлынан сұхбат алуға келіп отырмыз. Мынау енді біз бүгін сіздерге келіп қалдық. Келу себебіміз сіздерден осы бірге жұмыс істеп жатқанымызға біраз уақыт болды. Сондықтан бір сұхбат алуға келдік. Өзіңіздің жаңағы қазіргі институттың туралы айтсаңыз, қандай мәселелер бар, институт немен айналысады, шаруашылықтарға қандай практикалық көмек көрсете аласыздар, сол жайлы айтып өтсеңіз. Жақсы, енді институттың өзінің 90 жылдық тарихы бар. Жалпы мынау Қазақстанның оңтүстік аймақтары үшін әртүрлі ғылыми зерттеулердің нәтижесін жүргізіп, ол нәтижелерді алынатын нәтижелер бірінші ауыл шаруашылығы дақылдарының жаңа сорттарын, будандарын шығару. Бұл үлкен жұмыс, негізгі жұмыстың бірі институтта. Және өзіңіз білесіз, селекциялық жұмыстардың өзі көлемі жағынан да болу керек, сосын жерде ұзақ мерзімде жүргізіледі. Ол жөнінен енді қол жеткен табыстарымыз бар. Бірақ негізгі дақылдар осы оңтүстік өңірде өсетін дақылдардың бәрімен шұғылданамыз. 24 дақыл. Оның ішінде енді мамандаған дақылдар, мысалы айтайық, бидай тегі, күздік бидайдың жаңа сорттарын шығару, арпаның, жаздық арпаның, күздік арпаның жаңа сорттарын шығару, қызылшаның жаңа сорттары, мынау жем-шөпті дақылдардың жаңа сорттарын шығару, бұршақ тектес дақылдарын жалпы егіліп жүрген дақылдардың бәрінің жаңа сорттарын шығарып, оны зерттеп толықтай мемлекет сынаққа тапсырып, сол сынақтың нәтижесінен мынау шаруашылықтарға енгізу. Осыған байланысты селекцияның бір бөлігі бұл тұқым шаруашылығын жолға қою. Әрине үлкен көлемде қоюға мүмкіндік жоқ, бірақ соның бастапқы материалдарын мына фермерлер өзіне енгізу үшін, айтайық жаңағы, жалпы институттың жалпы көлемінде 1000 тоннаға шейін тұқым өндіреміз. Соларды жаңағы шаруашылықтарға таратып беру мәселесі. Енді біздің тақырыптағы екінші бөлшегі бұл технологиясын жетілдіру. Жалпы технология белгілі, қай дақыл болсын, бірақ сонда да болса, соның әртүрлі элементтерін жетілдіріп, жаңалап отыру, сортқа, кейбір буданға байланысты жаңа шыққан икемдеу. Осы екінші тақырып. Үшінші тақырып енді осыған қосымша барлық зерттеулер экологиялық тұрғыдан да бағасы алып жатады. Оның ішінде тыңайтқыш қолдану мәселелері бар. Тыңайтқышсыз, гербицидсіз, органикалық продукция өндіру мәселелері де бар. Жерді қалай тиімді пайдалану, суды қалай тиімді пайдалану, жалпы егіншіліктің барлық қыр-сыры осы жерде зерттеледі. Бұл енді әр лабораториядан тұрады ғой, лабораториялар әр бөлімдер өздерінің тиісті жұмысын атқарады.
Менің өзімнің нақтылы қызмет істеп жүрген жерім мынау жем-шөп дақылдарының шөптектес. Солардың селекция, солардың тұқым шаруашылығы. Атап айтсақ, біздерде негізгі дақыл жоңышқа дақылы, сосын екінші сиыр жоңышқа дейміз. Үшіншісі жаңа түйе жоңышқа дейміз, донник деген. Иә. Осы басым көпшілігінде үш дақылға мән береміз. Оның ішінде бірінші тұрған дақыл, ол мына жоңышқа дақылы, өйткені біз егістік көлемі өте Қазақстанда үлкен көлемде егіледі. Өнімділік жағынан әсіресе суармалы жерде бұл дақылға балама келетін дақыл жоқ. Бірақ ол жоңышқа жақсы екенде басқа дақылдарды біз тыс қалдырмаймыз, өйткені әрқайсының өзінің егілетін аймағы бар. Мысалы, жоғары тау бөктерінде эспарцет өте өнімді болып келеді. Суармалы жерде жоңышқа, тұзданған жерде жаңағы түйе жоңышқа дегендей. Сондықтан бұлар біріне-бір қарсы қоймаймыз, әрқайсының өзінің орны бар. Бұдан өзіміздің лаборатория шығарған бірнеше сорттар бар. Бұрынғы байырғы сорттармен салыстырған анағұрлым өнімді жоғары береді. Енді ең қиналып жүргеніміз осы көбінде мына бидай дегенде жұрт сорт таңдай бастайды. Шөпке келгенде осыған көп әлде де болса біз егіншілік мәдениеті жете қойған жоқ. Шөп осы болды деп жатқандар көп. Ол сорты маңызын түсінген бірен-саран адамдар болмаса көбі түсінбей жатады шаруашылықтарда. Осындай әңгіме бар. Сол кейінде енді әлем ұйықтап жатқан жоқ қой, әлемде де әртүрлі бизнес болып, соған байланысты жоңышқаның 3-4 сорты біздің кейбір шаруашылықта еге бастаған сорттары бар. Мысалы, Жая дейтін Италия сорты, сосын жерде Плата деген Германияның сорты, тағы сорттар бар. Енді бұл туралы менің ойым ерекше, шаруашылықтарда соны алғашында егіп алып, олардың жаңағы біздің жергілікті сорттардан сондайлық артықшылығы жоқ екеніне көз жете бастады. Өйткені біріншіден оның тұқым өте қымбат, тұқым сапалы, тиражир етеді. Соған байланысты өткен осы рынокта оның тұқымның бағасы 3700 теңгені құрады бізде. Сол кезде біздің тұқымдар 1 килограммы ма? 1 килограммы. Сол кезде біздің осы өзіміздің әдіспен шығаратын тұқымдар без тиражированиесіз. Бұлар тұрды жаңағы 1600-2000 теңгенің арасында болды. Вообще 1,5 есе қымбатқа түседі. Сосын оның нормасы себетін 1 гектарға көп, өйткені инкрустация жаңағы жасағаннан кейін әр тұқымның бар несіне не кигізеді ғой, қабық. Иә, қап, бірнеше қабық. Оның салмағы да бар, қосылады тұқымның есебінен. Ол да тұқымның бағасымен кетеді. Сондықтан оның нормасы 27-30 килограммға себеді. А біздің тұқымдардың себу нормасы жалаңаш тұқымдарға өзі. Біздікі сол 20 килограммдан. Бағадан бір ұтыласың. Орташа 20 килограмм. Иә, орташа 20 килограмм, кейбіреулер 25 себеді. Иә, әрқалайсы. Жалпы бұл норма дегеннің өзі бір салыстырмалы ұғым. Егер жер жақсы өңделсе, кәдімгі жақсы жыртылып, жақсы өңделіп, майдаланып, жаңағы көкөніс егетіндей дәреже жеткізіп, жақсы өңделсе 10 килограммда жарар еді. Өйткені бәленбай миллион тұқым егіледі. Сондықтан сол біз кейде агротехникалық олқылықтарды тұқым себу арқылы түзетіп жатамыз, көп себу арқылы. Осы орайда бір сұрақ туындап тұр. Осы шаруашылықтардың жиі қоятын сұрағы. Жоңышқаны таза еккен дұрыс па, жоқ әлде жаңағы арпамен, подпокров дейді ғой, солай сепкен дұрыс па деп сұрап жатады. Ол енді жиі қойылатын сұрақ, оның екі мәселесі де бар. Бірінші мәселе бүркемелі егу басқа дақылдарменен, оның ішінде көп жағдайда арпамен егеді ғой. Иә, арпамен. Бұл экономикалық мақсатты көздейді. Бірінші арпадан әпәжөптеуір өнім аласыз. Оның астында бүркемеленіп, жоңышқада тамырланып, келешілі екіншілі ол да өнім бере бастайды. Егер таза сепкен жоңышқа екеуін салыстырсаң, бірінші жылы жоңышқа бая өседі, тамырланады, көп болса бір орынбаны береді ұстап. Оған қызықпайды, олар сол бірінші жылдың өзінде арпадан немесе басқа дақылдан. Бірақ бүркемелеп себуде біреулер айтады, өспей қалады екен дейді. Сондай бір. Өспей қалады екен. Жоқ, ол өседі. Оның бір ғана бір жері бар. Егер тұзданған жер болса, оны міндетті түрде бүркемелеп себу керек.
тұзданған жер болса. Өйткені жоңышқа алдында бай өскеннен кейінгі жерде оның өскіндері бой алғанша жер бетіне көтерілген тұз анау калиоптер дейді, сол тұстан қиып жібереді. Мысалы Қызылорда жерінде тек аз бүркемелеп егуіңіз керек тұзданған жерде. Тұзданбаған жерде ол шарт емес. Таза егсең де болады. Бұл үлкен тақырып қозғап отырсыз. Егер шаруашылық көзқарастан алсаң, жоңышқаның өзі бір жерде 5-6 жыл тегі тұрады. Сирей бастайды, бірақ тұрады. Кейбір жерлерде біз кездестірдік 9 жылдан астам екен. 9 жыл шарт емес, тұрады. Енді бірақ бізден бір ауыспа дегісінің өзінің заңы бар ғой. Заңдылық. Соған байланысты институттың зерттеулері жоңышқаны 3 жыл ұстап, соны жатқан тиімді деп есептейді. Өйткені өнімін ол біртіндеп жоғалта бастайды. Ал енді әлі келмейтін себороты жоқ шаруашылықтар мейлі ұстай берсін. Бірақ сол жоңышқаның үстіне апарып, диск өтіп, кәдімгідей одан жоңышқа өлмейді еш уақытта. Дискіден өлмейді. Оған апарып судан шөбін, немесе жаңағы азықтық тары ма, магар ма, солар сепсең, арада шөп өндіріп алуға болады, бір жылдық шөптерменен. Ол 3 жылдан кейін? Иә, үшті сиреген жоңышқа. Сиреген жоңышқаға үстіне. Ол дұрыс. Ол өте жақсы шаруашылықтарға өте жақсы. Иә, ол енді өйткені анаған затраты кеткен, тұқымы қымбат, соны тиімді пайдалану сәл сиреген, оның үстіне жаңағында қосымша сеуіп жіберіп, биомассаны көбейтіп, онда технологиясы бар. Ол енді ескі жоңышқаға жасалады. Сосын екінші мәселе мынау жоңышқан тұқымын өндіру ерекше бір сала, ол қиын. Сол ескі жоңышқаларды жаңағы тұқым өндіруге қалдыру, сирек жоңышқаларды. Өйткені ол жерде тұқым беру қабілеті оның өсімдіктің өсуіне әрине байланысты. Ол мына табиғаттағы жаңағы гүлді тозаңдандыратын мынау әртүрлі ара тұқымдастар бар, андрены дейтін. Солардың биологиясына байланысты болады. Солар дер кезінде бар ма, жоқ па әңгіме. Дер кезінде соларды тозаңдандырып үлгере ме, үлгермей ма? Ол соған тәуелді. Әр гүлге апарып қону керек. Тозаңдандыру. Тозаңдырып бәр гүлде. Ол гүлде көп болса бір бұршақ болады. Бұршақ ішінде көп болса 6-7 дән болады. Мықтағанда әйтпесе 2-3 дән болады. Сонда бәленбай миллиард дән, сонда аралардың жұмысын көзге көрінбегіз көбі жұмы елемейді. Кейде осы керемет егістік болып тұрады жоңышқаның, керемет гүлдеп тұрады. Тіпті мін жоқ ешқандай. Бірақ өнім бермейді. Анау байланбағаннан кейін, тұқым байланбағаннан кейін барлық энергия келесі укосқа айналдырып, төбінен қаулап қайтадан өскіндер шығады да, бәрі араласып кетеді. Бұрынғы ескі өсімдіктері де бірінші, соны кейін қуалап өскен жаңағы. Бәрі араласып, өзі не шөпті жөндендіре алмайсың, не тұқымды өндіре алмайсың, ара болмаса. Сондықтан араның мәселесі, біз оны әлі басқара алып тұрған жоқпыз ол мәселені. Ол қазіргі туындап тұрған мәселе ғой сол? Туындап тұрған мәселе. Мысалы шетелде, Америка, Канадада жоңышқа қалдыратын участоктерге мегахилар ауындаты деген араның тозаңдыратын жабайы түрі бар. Ұсақтау көкейді, тұмсығы ұзындау болады. Ана гүлге отырғанды тұмсығын тығып, шертілі бастады гүл. Сөйтіп барады да жаңағы аплодотворение жүреді ғой енді. Олар сол әрбір методикамен полеге қояды жаңағы араларды. Олар өздері өсіреді сол араны? Сол араны қосымша өсіреді. Қосымша өсіреді. Сосын өз методикасы бар, 200 метрден ба, өз нагрузкасы бар, қояды. Оларды тұрақты. Технологияларын әптен жасап алған ғой? Ол энтомологиялық индустрия деп қояды. А бізде ол жоқ, бізде кейінгі дәлелде бойынша біз мына өзі бал арасы бар, кәдімгі домашний. Соны біз көп опылениеге көп қатыспайды деп ұйғарым жасап қойып едік ертеректе. Олымыз аса дұрыс болмай шықты. Оның ішінде ол, конечно, ана жабайы араларға қараған ақта оның жаңағы жұмыс істеу қабілеті жоңышқада аздау, бірақ оның ішінде жас 25%-тегі жас аралар болады екен, жаңағына шыққан. Олар өзі тәжірибесіздіктен барып қонады анаған. Сосын 2-3 рет жаңа мұрнына шертіп қалады, ашылған кезде бүйтіп ашылады да, пружинит етіп. Сөйтіп барады да, олар екінші рет активный болмай қалады. Бірақ жаңа бубеткалар шығып жатқан бесконечный ішіндегі солар барып дейді, бұлда өнімді көбейтеді екен. Бізде бір тәжірибе жасадық 2 жылдай. Ульяны қоясыз жаңағы вагонда келіп.
жоңышқа полюсына ара барып бір шетіне қоясыз. Сол ара тұрған жерден диагонал бойынша 2 шақырымға шейінгі аралықты жаңағы жоңышқа өсіп тұрған. Әрбір 300 метрден өнімді анықтадық. Bir alғашқы 300 метр, келесі 300 метр. Радиус бойынша. Радиус бойынша диагонал бойынша кетіп барамыз. Сонда урожайдың біз төмендегенін көрдік. Алыстаған сайын. Алыстаған сайын төмендей береді. Көріп посещение араның жаңағы. Сонда араның жаңағы тозаңдатуға ықпалын сөйтіп дәлелдеп отырмыз. Ана қашық участокке ол енді 2 километрге ұшады дейді ара. Бірақ ол енді беталды олда ұша бермейді ғой. Ұясына жақын жердің маңында урожай көп болады. Үйге орналасқан одан алыстаған сайын урожай төмендей беріп, мынандай сызғалық төмендей беретін. Оның графика салған кезде. Сол жағында дамытып жатырмыз. Мысалы, енді оның бір несі, біз өзіңіз білесіз, қазір тұқымды көп өндіріп отырған Меркі ауданы. Иә. Есіңізде ме? Білем. Өз маманданып алды. Сол жерде өнімділікте сәл жоғары. Соның бәрі баяғы совет кезінде сол жерде Қытайға неге Японияға бал өндіріп бал сатып тұрған. Америка жағынан жаңағы өз негізгі апаритті мегахилар ауындатты алып келіп, бізде соны инкубация жасап, бізде көбейтіп, бізде Америкаға сояқты қойып, жаңағы сөйтсек дейміз. Даже ол ие болмағанның өзінде, біздің табиғатымызда жүреді олар. Табиғатта біздің осы жердегі аралармен конкуренция болады, оларда қамыстың ішінде анда-мында ұялап оларда жүреді ғой. Күріштен кейін түйе жоңышқаны егіп, ол 2 жылдығы бар, 1 жылдығы бар. Егер ондай мүмкіндік болса, мысалы, біз оны білеміз, фитомелиорант ретінде өз бойына тұзды сіңіріп, одан кейін, мысалы, артынан жоңышқа да отырғызуға болады ғой. Осындай бір... Ол енді рекомендация бар, ол ғылым жөнінен, ғылымның ары таза, айтылып, жазылып, рекомендация, доник егу жөнінде ұсыныстар бар. Бірақ айту сол енбейді айту, қалай болғанда да. Оның тұқым шаруашылығы да, тұқым өнімділігі де жоғары жоңышқа қарағанда. Онда жаңағыда апория деген проблема жоқ. Ең медоносы культура ғой ол. Бүкіл ара соның егістің ішінде. Иә, сол доникта. Одан кейінгі күріш институтында мен біраз істедім ғой 10 жылдай. Ол жерде жоңышқадан кейінгі егілген күріштің өнімділігі, түйе жоңышқадан кейінгі егілген күріштің өнімділігін салыстырса, дониктегі жаңағы түйе жоңышқаның өнімді көбірек береді. Өйткені ол 2 жылдық. 2 жылдық болғасын тезірек разложение, корневая система, растение питания, минеральный ғой енді. Анау бәрі разлагать етіп, көректі заттар көбейеді. Жоңышқаның разложениесі ұзақтау болып кетеді. Соған байланысты? Мынау эффект тезірек береді. Сондықтан өзі күріш егетін жерде негізінде айтып жүргеніміз жаңағы орысшасында айтқанда попласту, оборот пласта дейді ғой. 2 жылдық, 3 жыл қатар жоңышқа ексіз, сол дақылдардан кейін тыңайтқышта аз қолданған болар еді. Тіпті кейбір жерде дониктен кейін тыңайтқыштың қолданбаса да болғандай. Өйткені жерде тыңайтқыш көбейіп кетсе азот. Күріш бойлап өсіп кетеді. Енді ненің дониктің бір несі енді қалай деп айтсам екен, мен Қызылорда жүрген ат бойы, атты адам тұрғандай бойы өседі, оны ешқандай техника аламай, техника сындырады жұрттың бәрі. Оның бәрін реттеу керек. Арнайы технология керек па? Арнайы техника керек па? Содан барады да құрсын дейді, 2 рет сындырғаны кейін запчас судай, ол кісі бойы өскізін оның өрімі. Мысалы бізде сорғы деген дақыл бар, ол да 2-3 метрге кетеді, оны ору қиын, бірақ кейін жұрт ептеп жаңағы укос жасап жүр ғой енді. Орып жатыр қалып, судан қыды кейде солай. Кейде өсіріп аласың да, соны орғыз машақат болады өзіңе. Оны енді іздетіп көру керек. Енді эспарцетте ондай проблема жоқ. Эспарцеттің өзіңе егілетін зонасында көбінде бір орын береді. Кейбір жерлерде 2-ші орын береді, кейде селдір-селектеу. Біреулер орылады, біреулер орылмайды. Сосын переноспороз деген бір ақ дат ұн сияқты басып кетеді күн салқындағаннан кейін. Оның бірақ өзінің зонасы бар. Соқтың тауда жақсы өттіңіз, тау салқын ғой енді. Бір орынды мол береді. Мынау Нарынқол кейін жақтарда по-моему эспарцет жақсы сол. Қалада стойки, сол күннің салқын кезінде өседі, ептеп. Оған жаңағындай тұқым шаруашылығында проблема жоқ. Әр дақылдың өзінің преимуществосы, кемшілігі қатар тұрады ғой. Оның единственный сол дер кезінде орып алу керек, әйтпесе төгіліп қалады. Институттың себепкен проблемалар соқтан айтайын. Жаңағы дақылдар бойынша селекциясы, технология жүріп жатыр ғой.
проблемный сұрақтар бірінші, мынау дақылдардың құрғақшылыққа төзімділігін арттыру. Құрғақшылыққа. Тұзға төзімділігін арттыру. Осы екі проблемаға жұмыс істеу керек. Ол үшін сондай фондар табу керек. Соған егу керек, сол жерде сұрыптау жұмыстарын жүргізу керек. Мәселен, мынау жаһандық климаттың өзгеру деген бұл шындыққа айналып бара жатыр ғой, байқасаңыз. Жалпы оның бір элементі жаңағы не билеп бара жатыр, қуаңшылық билеп бара жатыр. Хотя өмірде бір жерде қар жауып жатыр, бір жерде ливень болып жатыр, бір жерде өзендер ағып жатыр. Бірақ негізінен қуаңшылық болды. Қуаңшылық. Өйткені сол судың тасқынының бәрі қуаңшылыққа байланысты. Қуаңшылық көбейген соң мұз еріп, бір күн оның нелері ресурс таусылады ғой. Ери келді. Сосын вообще қуаңшылық болады. Сондықтан біз өзі 10 жылға жақындап қалды. Біз тұрақты бір халықаралық жобада мүше болып істеп жүрміз. Біздің өз лабораториямыз. Негізгі финансымыз осы жерде болып тұр. Бұл мына Германияда Траст фонды дейтін фонды бар. Осы жаһандық климат өзгеруіне қарсы тұратындай жобаларды іске асыру үшін әр елдер өзі ақша құяды, спонсор болып. Негізгі спонсор Норвегия деген ел, бай ел. Норвегия. Сол жерде бір 15-16 проекті бойынша жұмыс істейді екен. Сол бір проектісіне біз мүшеміз. Біздің ғылыми жетекшіміз Австралияда. Ол бір жас жігіт, жоңышқаның маманы. Бірінші проектіде біздер Чили менен, сол жаңа Австралияның өзі бар, біздің институт бар, сосын Қытайда, внутренний Монголия, ішкі Монголия деген провинциясы бар Қытайдың. Соның ғалымдары бәрі қатысып, оның негізгі мынау кейін оның көлемі өзгеріп, кейін бұл жобаға Пакистанды қосты, Қырғызстанды қосты, Ливияны қосты, әр несі қосып көреді, үлкен программа. Бір орталыққа бағынамыз, Австралия генцентрге. Сол арқылы жұмыс істеп жатырмын. Негізгі әңгіме Қазақстанға олар қызығушылық танытады. Өйткені Қазақстанда жабайы түрде өсетін 7 түрі бар жоңышқаның. Біз мына егістікте егіп жүрген жоңышқадан басқа, біз егіп жүргеніміз қазір медикага сатива дейді ғой. Ең продуктивный вид, эволюциядан өткен жаңағы. Енді бұның арғы родительдері бар ғой жаңағы. Оның өзі 7 түрі бар. Бұлардың көпшілігі далалы аймақтарда өскеннен кейін өте жаңа құрғақшылық төзімді. Бірақ олардың өнімділігі төмен мынадан. Сондықтан біздің негізгі жұмысымыз соны жабайы түрде жинау. Әр түрінен экологический образецтері болады ғой, негативтері. Мысалы бір түрден айтамын, оны 5 жерден алып деген дейін. Оны мына жерде питомникта өзіміз өсіріп көбейту. Сосын жерде соларды жаңағы мәдени жоңышқамен будандастыру. Мына егіп жүрген. Сонда сол арқылы жаңағы жабайы жоңышқадан жаңағы жабайы жоңышқаның да кемшілік тұстары аз емес. Мысалы жатып өседі. Оны шаба алмайсың кейін. Жинауға ыңғайсыз. Жерге пастбищный. Жатып мал жайдады. Жермен жексен болып өседі. Биік емес. Ол бір. Сосын жерде сіздер айтып жүрген қатты тұқым дейді ғой. Оларда почти 90%. Соғарғы табиғи құбылыс көрінеді 90%. Бізде мысалы 17-15-20% болып керек біздің мұнда. Ол қалған бізде де. Бірақ аналары 90%. Одан кейінгі жерде соғықтан байланысты тұқым шаруашылығында да қиындық болады, тікелей өндіруге, кіргізуге өндіріске. Енді оның артықшылығы жаңағы қуаңшылығы да өсіп тұр, өлмейді. Төзімділігі. Төзімділігі, сосын көп жыл өседі. Бір орында кетті дейсің, бір келгесін өсе береді. Сондай артықшылықтары бар. Тұзға төзімді, ауруға төзімді деген дейін. Бірақ оны алып келіп екеуін будандастырғаннан кейін ұрпаққа оның жақсы жағы да жаман жағы да беріледі ғой. Енді оның жаман жағын біз ығыстыруымыз керек. Сондықтан сол алынған буданды қайталап жаңағы мәдени жоңышқамен будандастырып беруіміз керек. Сұрыптау арқылы біз бір дәрежеде жаңағы қуаңшылыққа төзімді материал бөлеміз. Міне осының жолында жүрміз қазір. 7-ші айда, осы биылғы жылы конференция болады. Солар ғалымдар осымен шұғылданатын, осы проблемамен шұғылданатындар бәрі жиналып, бас қосып кеңеспекшіміз. Сол кезде біздің
питомниктерде көресіздер, қатысыздар. Даже мен ойлап отырмын, осы әңгіменің үстінде сіздерден бір баяндама шығарып қойсақ та болады ма армияға. Ал енді мынау тақырып барлық бабойдың мына бұршақ тегіс ақылдарының бәрі азат жинаушы есептеледі ғой өзі де. Соған байланысты мына жоңышқа деп жатқаны, бұл енді ауыспалы егістің ең бір төре дақылы. Бұл жаңғыз күрішкі емес, жалпы қай дақыл болса, қызылшаның ауыспалы егісіне де, мақтаның ауыспалы егісіне де қолданылады. Ол бір оның ішінде өзі как маласы дақыл ретінде өзі де өнімді. Сондықтан бұның көлемі өсіп келе жатыр. Сосын өзі шөптің өзі де құны көбейіп, бұрын шаруашылықтың ішінде қолданылатын дақыл болса, шөп өндіріп, бағасы жоқ сияқты болып, совет кезінде. Қазір бұл сатылатын рынокқа шықты уже. Кәдімгі машина сатып жатыр. Сіздің институтпен бір байланысымыз азот жинаушы түйнек бактериялары болғандықтан кейін, оның сіздерге қосатын әсері мол. Өйткені қазіргі жинаушылар олар спонтанный топырақтағы бар селекциядан өтпеген популяциялар жұмыс істеп жатыр ғой енді жаңағы. Оны тиімділігін нашарлау, егер маманданған жаңағы сіздер айтқан жаңағы АКС, резавит дегендерді салса, селекциядан өткен, өз негізінде теория бойынша екеуі біріне бірі сәйкестендірген селекция болу керек. Хозяинда жаңағы симбиозға келетін нелерде. Ризобиум дейді ғой жаңағы. Әр культураның өзінің штамы болады. Жаңағы өндіріс көлемге қойған екен, препараттарын шығаруды порошок түрінде, сосын жаңағы жидкий түрінде. Оны кеңейту керек. Біз енді айтқан жерімізде біз айтып жүрміз. Сол АКС деген ризовиттің формасы бар. Жаңағы азот накопленияны усилить етіп, жоңышқаның өзінің өсуіне, сол жоңышқадан кейінгі азотты көп қалдыру үшін топыраққа деп. Екінші мәселелеріңіз мынау жаңағы теорикамен жаңағы қатты тұқым жөнінде айтып кеттік қой. Ол қатты тұқым тірі тұқым ғой ол. Ол табиғатта, бұл эволюцияда өсімдіктің жоғалып кетпеу үшін салып қойған механизм olur. Өйткені бір керемет катастрофа болып суық болса, жоңышқаның бәрі қырылып қалса, оның несі ғой, мына қорғау түрі. Сол топырақта жаңағы қатты тұқымдар қалады, сол арқылы қайтадан өзінің өміршеңдігіне келе береді. Сондықтан жабайы түрлері жаңа көп болады дедім ғой. Ол солай қайта оны мәдениеге айналдырып, біз ол қасиетін сәл жоғалтқанбыз ғой енді. Өйткені өсіру керек, шығару керек болып тұр ғой. Сондықтан бұлардың құптарлық, өйткені кез келген жоңышқаның әртүрлі партиясында мен кезіктірем кейде. Енді 5-10% тегі болады, бір мәрте 17% болды. Мені залбарды қойып жүргенде шықпайды, хозяйстволар келіп, мынау неге түгім шықпайды, тұқым шірімейді, қатты болып тұр, шықпайды. Олар кейін тұрашты, соның тезірек шығарып алу үшін сепкен жылы анау сыртқы целлюлезный бактериялар жұмыс еткізіп, оларыңызды құптарлық тезірек 100% сқот алу үшін, сөйтіп нормасын сәл азайтуға әсер ете ме, оды құптар. Енді үшінші проблема шығарған жаңағы, енді қалай болғанда да фосфорды айтқышы өзінің несі солай, механизмі солай, олар топыраққа почвопоглощающий комплекске кіріп, сосын бір зафосфорация деген явление болады. Сосын өсімдік одан аламайды, ерімей қалады да. Сондықтан соған жұмыс істейтін бактериялар болса, ыдырататын болса, жаңағы фосфор қолданған жерлердің бұрынғыдан сіңімділігі түріне айналдырады. Жылдан жылға накапливать етіп қалатын фосфорын дейін. Зафосфорация деп қояды олар. Соны ыдыратын болса, ол құбағып. Ол жақсы. Сосын жерде азот бактерия жұмыс істеу үшін белгілі бір шарт, оған фосфор керек. Басептерде. Фосфорға реакциясы өте жақсы. Жоңышқа егіп жүргендерінде бірен-саран бактериялар сақталатын болады топырақта. Ол жерге сақталады, бірақ тиімділігін арттыру үшін қолданылады. Міне осындай шаралар бар. Ал енді фосфорсыз болмайды жоңышқаға. Фосфордың өзі топырақта сіңіп алады да, өсімдіктің алу қиындай түседі кейде. Соны ыдырататын бактерия болса, оны енді сонда фосфордың тиімділігі артар еді. Өзі өсімдікке керегі сол азот, фосфор, калий ғой? Керегі. Ал енді анау микроэлементтер тұқым шаруашылығында керек. Инфекциямен көзім қатты көрді. Бор деген, кобальт дегендер.
Өйткені аналардың әлгі пыльцасының өсуіне, ұрықтағанда жаңағы мужской гаметалардың өсіп жылжуына сол аз мөлшердегі фосфор да біріне керек, не жаңағы микроэлементтер. Жалпы істеп жатқан шаруаларыңыз тиімді? Қазір екінің бірі тұқым шаруашылығымен араласып жатыр, айналысып жатыр. Оның барлығы мысалы селекционерлер емес, оның барлығы жаңағы ученый агрономдар емес, өзіңіздер сияқты мамандар емес. Осы тұқым мәселесі өте қиын жағдай болды. Мысалы бізге сұрайды, бізден препараттар алады ғой. Осы жайлы не айтасыз? Шөптектес дақылдардың мал азықтық. Бір бағыты бар, сол мас өндіру үшін, азықтандыру үшін мал. Екінші бағыты егістің көлемін ұстап тұру үшін тұқым өндіру. Солай ма? Иә. Өзіңе қайсы тиімді десеңіз, мысалы, шөпке өндіру жоңышқадан тиімді, чем тұқым өндіруден. Сіз бағасын қымбат деп ойлайсыз ғой, бір килограммның. Жоқ, егер жоңышқан күтіп апты 3-4 орым алсаңыз, соның шөбінен түсетін доходыңыз, ана 1 гектардан өндірілетін тұқымның доходынан көп. Сондықтан көп жағдайда тұқым өндіруге бара бермейді. Екінші мәселе, қазір өте көп арам шөптер болып жатыр. Арада екі түрі ғой. Горчак деген кекіре, у кекіре, сосын жерде жаңағы шырмауық, сар шырмауыққа орап алатын. Иә, орап алып жаңағы. Бұл екеуі проблема. Бұл екеуі проблема. Бұлардың бір өзі жоятын бір қандай бір жолдары бар ма? Керіп деген препарат айтады, ол да аса тиімді емес. Бұған жаппай өйткені источник қалай? Бірінші тұқыммен бір араласып барып себіледі, жаңа павелика, дұрыс тазаланбай. Екіншісі арық сулармен келеді. Арықтың жиегі, жолдың жиегі бәрі павелика. Көп жерлерде сол тұқымды тіпті магниткадан өткізбей, сол сары күйінде комбайннан кейін тазалап себе береді. Магнитканың өзінде де дұрыс істемейді. Оның ішінде де мен сізге айтайын, ол ана трифалин дейтін пудра сияқты қанты. Сондай магниткаға шығады, әкеліп араластырып, магнитканы өткізіп, сосын ана ненің тұқымдары шерекаты болады ғой, жа кішкентай ұсақ. Олар өзіне соған жабысып, ана магнитке жабысады да, ана тұқымдар бұл айналып тұрған барабаннан центробежный силамен жақсы тұқымдар өтіп кетеді. Енді оны мудритеті мен сізге айтайын, графит деген бар ғой, қарындаштың өзегі. Осының майдасы барады ғой, пудрасы. Сонымен абырқшысы просто видимость создавать тұтқандар да көп. Алмайды ешқандай. Біз әрқашанда айтып жүреміз, жоңышқаның атасы Ермар Ғалилова Тілендиевич консультация болса, сол кісіге телефонын береміз, сол кісіге барсаңыздар бәрін түсіндіріп береді деп. Енді өзіңіз бір қорытынды түйін сөз айтсаңыз? Түйін сөз көзде мынау ғылымның арғы терең зерттеу үшін институттар әр бағытқа маманданып кеткен ғой енді. Әйтпесе бәріміздің де проблемамыз осы егіннің дақылдардың өнімділігін ұлғайту ғой енді. Жердің тазалығын сақтау, ұлғайту. Сол қазақтағы бір терінің пұшпағын елбіріміз деген сөз содан шығады ғой, сіз боп, біз боп деп. Енді олар бір бағыт болғаннан кейін, олар біріне жалғасып, біріне сәйкес жұмыс істеп жатса, ол енді үлкен іс қой. Иә, барлық институт бірігіп. Әйтпесе біраз теория жүзінде қалып қояды. Кешенді түрде бір жалғасып, технология болып қалыптаспайды. Қазір сіз айтып отырсыз, қаншама фермерлер сізді айтқан дәрілерден сіз өздерінің бұрынғы әдісімен сеуіп жатыр. Енді ол әртүрлі. Сондықтан сіздің институтыңыз, жаңа директорлеріңіз Амангелді Құрбанович бар, бәрі үкімет үлкен несіне алып жатыр жаңағы. Белгілі бір неге қол жетіп табыстарға береді ғой, қалай болғанда. Оны өндіріске енгізіп, завод құрып алдыңыздар әнеки. Ондай да өндіріске енгізу деген мәселесі. Бізде ондай завод жоқ, біздің айтқан жерде қалады, көзі бір затқа ие болып қалдыңыздар ғой жаңағы. Алып беріңіздер енді коммерциямен ұштасу керек. Мен бұны ептеп коммерциямен шұғылданамын. Институттың жері аз ғой. Көп болса 5-10 тонна өндіреді ол. Мен ана өз сорттарымды, жаңа сорттарымды, жаңағы Мерке, Кеген, Кеген деп Қызылорда, ана Түлкібас аудандарына алып барам. Фермерлерге сол жаңа білгенімді айтамын. Олар егет, сосын өзінің бір бөлігін маған береді.
Сондықтан менің ойлау жүйем сәл басқаша, более практический. Мұнда ғалымдар бар, коммерциямен шұғылданбайтындар. Оларды басқаша, шынды айту керек қой. Анау коммерциямен шұғылдансаң, сен более реально есеп жасайсың. Анау дұрыс па, қате ма? Ғылым мен коммерция ұштасу керек қой. Ұштасу керек, өзі шетелде дамып жатқан сол емес бұл.